Қасқыр мен жеті лақ. Орыс халық ертегісі. Ертеде жеті лағы бар бір ешкі болыпты. Ол күнде таңертең орманға барып, шөп іздеп, су ішіп, балаларына сүт жинап келеді екен. Орманға кетерде ол өзінің лақтарын қасына шақырып былай дейді: «Лақтарым, шынақтарым, мен орманға барамын, сендерге сүт әкелемін. Ал сендер үйде ойнаңдар, ешкімге есік ашпаңдар, ақылды болыңдар. Мен қайтып оралғанда есікті қағып: лақтарым, шынақтарым, есікті ашыңдар, қарақтарым, мен сендерге сүт әкелдім» деп ән саламын. Есікті сонда ғана ашыңдар. Дәл осы кезде үйдің сыртында аңдып тұрған аш қасқыр бұл сөздерді естіп қалады. Ешкі кетісімен есікті тарсылдатып қағып, өзінің жуан даусымен: «Лақтарым, шынақтарым, есікті ашыңдар, қарақтарым, мен сендерге сүт әкелдім» деп әндетеді. Бірақ лақтар оның бөтен даусы екенін біліп, есікті ашпайды. «Сенің даусың басқа, біздің анамыздың даусы жағымды, жіңішке, біз саған есік ашпаймыз» дейді лақтар. Қасқыр ұстаға барып, өзінің даусын өзгертіп беруін өтінеді. Ұста оның тамағын қырнап, дауысын жіңішкертіп береді. Енді қасқырдың дауысы ешкінікі сияқты жіңішке болып шығады. Қасқыр ешкінің үйіне қайта келіп әндете бастайды. Бірақ лақтар есіктің төменгі жағындағы саңылаудан қасқырдың аяғын көріп қалып, есікті тағы да ашпайды. Олар қасқырға: «Біздің анамыздың аяғы ақ болатын, сен қасқырсың, біз саған есік ашпаймыз» дейді. Қасқыр жылдам наубайшыға барып, аяғына себетін ұн сатып алады да есік алдына қайтып келеді. Ұн себілген ақ аяғын лақтарға көрсетіп, жіңішке даусымен әндетеді: «Лақтарым, шынақтарым, есікті ашыңдар, қарақтарым, мен сендерге сүт әкелдім» дейді. Лақтар бұған сеніп есікті ашып жібереді. Қасқыр үйге кіріп келгенде, оның ұсқынсыз түрінен қорқып кеткен лақтар жан-жаққа қашып тығылып қалады. Қасқыр лақтарды тез тауып алып, кезек-кезек жұтып қояды. Лақтардың біреуі ғана аман қалады, себебі ол пештің ішіне тығылып қалған еді. 6 лақты бірден қылқытып, қарны тойған қасқыр ағаштың көлеңкесіне жата қалып, қорылдап ұйқыға басады. Кеш бата ешкі үйіне оралады. Келсе, үйдің есігі айқара ашық жатыр. Ешкі үйге кіріп, лақтарын шақырады. Ешкім үндемейді. Біраздан кейін аман қалған жалғыз лақ пештен шығып, бәрін анасына айтып береді. Ешкі мен лақ үйдің артына шығып қараса, қасқыр көгалда шалқасынан түсіп, қорылдап, түк сезбей ұйықтап жатыр екен. Ешкі өзінің үшкір мүйізімен сүзіп, қасқырдың қарнын жарып жібергенде 6 лақ шыға келеді. Бәрі де аман есен екен. Ешкі мен лақтардың қуанышында шек болмайды. Үйіне кірген соң ешкі лақтарын қасына отырғызып, бұдан кейін аңқау болмауды үйретіп, ақылын айтыпты. Лақтар анасына уәде береді. Содан бері олар бөтен ешкімге есікті ашпайтын болыпты.